Қазақстан президенті парламентті бір палаталы етуге неге ұсынады? Саясаттанушы түсіндіреді. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев ауқымды парламент реформасын жариялады. Конституцияның ондаған баптары өзгеруі мүмкін. Қазір түзетулерді дайындау үшін жұмыс тобы құрылды. Жұмыс тобының алғашқы отырысында Тоқаев өзгерістер негізгі заңның шамамен 40 бапқа әсер ететінін айтты. Оның сөзінше, кейінірек 50-ден астам заң бен 10 шақты конституциялық актіні сәйкесінше өзгерту қажет болады. Халқым, Джакишев бұл Қазақстанды патшалық қылу амалы. Онымен келіссеңіз, лайк басыңыздар. Арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Президенттің айтуынша, парламент реформасы елдің саяси жүйесін модернизациялауда негізгі элемент болуы тиіс. Жұмыс тобына президент әкімшілігі өкілдері, құқықтанушылар мен депутаттар кірді. Топты мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин басқарады. Өткен қыркүйекте Тоқаев халыққа жолдауында парламентті бір палаталы ету ұсынысын білдірген еді. Сенатты жою және тек мәжілісті қалдыру. Сондай-ақ, болашақта Қазақстанда электронды парламент болуы мүмкін екенін меңзеді. Кейбір елдерде электронды, цифрлық парламент элементтері тәжірибеден өтіп жатыр. Бұл азаматтардың саяси өмірге қатысуын арттыруға және заң шығару процесін тиімді етуге бағытталған. Болашақта бұл тенденция күшейеді. Бізде осы бағытқа үлкен мән береміз. Мүмкін, парламент елімізде ЕГФ сияқты қажетті құралға айналады. Сол себепті бір палаталы парламентке өту, жаңа жұмыс мазмұны мен ритміне бейімделуге, шешім қабылдау жылдамдығын арттыруға бағытталған. Саясаттанушы Досым Сатпаев Джакишевке президент реформаны дәл қабылданған шешім ретінде айтып отырғанын атап өтті. Жұмыс тобының алғашқы отырысы парламенттің болашақ бейнесін нақты көрсетті. Бұл біршама саяси спектакльге ұқсайды. Өйткені президент өз сөзінде бірнеше негізгі бағытты атап өтті. Олар 2027 жылғы референдумда формалды түрде халыққа ұсынылатын болады. Негізі, референдумда азаматтардан сұрау керек еді. Елге екі палаталы парламент керек пе, әлде бір палаталы ма? Бірақ біз көріп отырмыз, әкімшілік, президент пен оның ортасы бастапқыдан бір палаталы парламент құруды жоспарлап отыр. Сонымен қатар, олар парламентті пропорционалды жүйеге, тек партиялық тізім бойынша құруға шешім қабылдаған. Қазір кейбір депутаттар Қазақстанда бір мандаттық жүйе бойынша сайланады, ал реформа жүзеге асқаннан кейін барлық депутаттар партияларды білдіретін болады, дейді Сатпаев. Қазақстандағы партиялық жүйе бақыланатын және қоғамда билікшіл партиялар басым болған жағдайда бір палаталы парламент тіпті басқаруға икемді болады. Саясаттанушы еске салады. Конституциялық өзгерістер мен саяси реформалар туралы әңгімелер 2022 жылғы қаңтар оқиғаларынан кейін басталған. Сондықтан осы 3 жыл Тоқаев билігін ұзартудың жолдарын, келесі транзитке дайындықты талқылау кезеңі болды. Тоқаев кезеңі 2029 жылы аяқталады. Сол себепті көптеген сценарийлер ойластырылды. Назарбаев үлгісінде конституцияға түзетулер енгізіп, билікті ұзарту жолдары қарастырылды. Бірақ бұл репутацияға соққы болар еді. Оны қалай шешуге болады? Мүмкін жаңа саяси лауазым жасау, парламент спикерін күшейту арқылы Тоқаевқа маневр жасау мүмкіндігін беру. Сенат жойылған жағдайда парламент спикері президенттен кейінгі екінші адам болады. Эксперттің пікірінше, бір палаталы парламентке өту сайлау еркіндігін арттырмайды. Саяси партиялардың тағдырын Қазақстанда президент әкімшілігі шешеді. Соңғы парламенттік сайлаулар дәлелдеді. Бұл сүзгі тек оппозициялық партияларды ғана емес, бірмандаттық депутаттарды да қатаң іріктейді. Либерализация байқалмайды. Қай партия құрылатындығы, тіркелетіндігі, бар жоғы тек саяси мақсатқа байланысты. Сатпаев қорытындылай келе. Сондықтан келесі парламент сайлауы бір палаталы парламентте де қолмен басқарылатын режимде өтеді. Қатысатын партиялар, билікке жақын ескі партиялар немесе жаңадан құрылса да, соңғы сайлаудағыдай елеулі айырмашылық болмайды. Еуропаның орталық Азия мен Кавказдағы жаңа дипломатиясы, Қытай мен Ресеймен қалай бәсекеге түсіп жатыр. Еуропалық одақ орталық Азия мен Кавказ елдерінің министрлерін қатыстырған саммит өткізіп жатыр. Кездесудің басты тақырыбы Ресей аумағын айналып өтетін орта дәліз деп аталатын сауда жолының болашағы. Бұл жиынның мақсаты өңірдің өзара байланысын, сауданы және энергетикалық әріптестікті нығайту. Брюссель ірі инвестициялар салуға уәде берді. Бірақ аймақтың Пекин мен Мәскеумен қалыптасқан тарихи байланыстары бұл жолда айтарлықтай кедергілер туғызуда. Өзінің ықпалын және қаржылық әлеуетін пайдаланып, Қытай мен Ресейге қарсы өңірлік тепе-теңдік орнатуға тырысып отыр. Аймақ елдерінің жоғары лауазымды өкілдері Люксембургке жиналды. 20 қазанда басталған жоғары деңгейдегі саммитте орталық Азия мен Кавказ елдерінен келген делегациялар Еуропа мен жаңа форматтағы ынтымақтастықты талқылауда. Басты назарда Қытайды Еуропа мен орталық Азия мен Кавказ арқылы байланыстыратын 6500 шақырымдық Транскаспий көлік дәлізі. Бұл жол Ресей аумағын айналып өтеді. ИО-ның орталық Азия бойынша арнайы өкілі Эдуард Стипрайс саммит тиімді жұмыс істейтін орта дәлізді қалыптастыруға бағытталған деп атап өтті.
Бұл дәліз Қара теңіз бен Каспий арқылы орталық Азияға өтпек. Бұл саммит Еуропалық одақ ішінде, жалпы аймақ ішінде бетбұрыс сәт. Ресейдің Украинаға басып кіруі аймақтық геосаяси тепе-теңдікті түбегейлі өзгерткен шақта. Қытайдың экономикалық ықпалы бұрынғыдан да артып, өңір елдерін Пекинмен тығыз байланыстырды. 27 елден тұратын ЕО өз орнын қайта табуға тырысып отыр. Саммитке Армения, Әзербайжан, Грузия, Қазақстан, Қырғызстан, Молдова, Тәжікстан, Түркия, Түркменстан, Украина және Өзбекстан министрлері қатысуда. Мақсат өзара байланыс, сауда, цифрлық даму және энергетика салаларында жаңа тұрақты дипломатиялық формат қалыптастыру. Еуропалық одақтың мәлімдемесінде өзгеріп жатқан геосаяси жағдайда ЕО өңірлік ынтымақтастықты дамытып, тұрақтылық пен өркендеуге жол ашуға тырысады. Сауда жолдарын әртараптандыру, жаңа экономикалық мүмкіндіктер тудырып, өңірлік қауіпсіздікті күшейтеді делінген. Стипрайстың айтуынша, саммит 2021 жылы басталған ÜВ бағдарламасы аясындағы нәтижелерді дамытуға бағытталған. Бұл Қытайдың бір белдеу, бір жол бастамасына балама ретінде құрылған инфрақұрылымдық серіктестік жобасы. Қаражат бар, дейді Стипрайс. Енді ең маңыздысы саяси шешімдер мен нақты келісімдер. Бұл жол бірнеше мемлекеттің шекарасынан өтеді. Ал бұл елдер соңғы 30 жыл бойы өз егемендігін бекемдеуге күш салып келді. ЕО орта дәлізді жүзеге асыра ала ма? Биыл сәуірде өткен алғашқы ЕО Орталық Азия саммитінде Еуропалық комиссия төрайымы Урсула фон дер Ляйен мен Еуропалық кеңес төрағасы Антониу Кошта аймақ елдерінің президенттерімен кездесіп, 12 миллиард еуро көлемінде жаңа инвестиция жариялаған болатын. Оның 3 миллиарды орта дәлізге бағытталған. Бұл Қазақстан үшін аса маңызды жоба, себебі ол елдің экономикасын әртараптандырып, Қытай мен Ресейге саяси тәуелділікті азайтуға мүмкіндік береді. Қазір Еуропалық одақ аймақтағы ең ірі шетелдік инвестор болғанымен, Брюссельдің нақты қаншалықты ықпалды ойыншы бола алатыны жайлы сұрақтар ашық күйінде қалуда. Берлиндегі Карнеги орталығының зерттеушісі Тимур Умаровтың айтуынша, Орталық Азия Еуропаның белсендірек болуын қалайды, бірақ тым үлкен үміт артпайды. Себебі ЕО әзірге өңірді Ресей мен Қытайдан тәуелсіз етуге жеткілікті деңгейде қаржы ұсына алған жоқ. Қазақстанның ЕО мен НАТО жанындағы елшісі Роман Василенконың айтуынша, орта дәлізге бағытталған инвестициялар әлі бастапқы сатыда. Өйткені жобаларға арналған техникалық экономикалық негіздемелер ұзақ дайындалады. Ол сондай-ақ Еуропалық қайта құру және даму банкі EQDB 35 миллион еуро несие беріп, Ақтау портын жаңғыртуға кіріскенін айтты. Қазіргі геосаяси жағдай Қазақстанға шығыс пен батысты жалғайтын шынайы көпір болуға мүмкіндік беріп отыр, дейді Василенко. Брюссель алдындағы кедергілер. Люксембург саммитін ұйымдастырған ЕО шенеуніктері бұл форматтың Брюссель үшін аса маңызды екенін айтады. Бірқатар сарапшылардың пікірінше, жаңа бастама шығыс серіктестігінің орнын басуы мүмкін. Алайда Еуропа ондаған жыл бойы аймақта орнығып алған Қытай мен Ресейдің ықпалын еңсеруі тиіс. Ресейдің назары Украинаға аударылғанымен, ол саяси тұрғыдан әлі де салмақты ойыншы. Ал Қытай соңғы жылдары аймақтың басты сауда серіктесі әрі ең ірі инвесторына айналды. 2024 жылы Қытай мен Орталық Азия арасындағы сауда айналымы 94,8 миллиард долларға жетіп, тарихи рекорд орнатты. Грузияда да жағдай Еуропа үшін оңай емес. Соңғы жылдары билік Мәскеуге жақындап, Пекиннің инвестицияларына арқа сүйей бастады. Мысалы, Анаклия портын салу жобасын Қытай консорциумы жеңіп алды. Бұл да орта дәліздің маңызды буыны саналады. Эдуард Стипрайс мұны Қытай мен және Ресеймен символикалық бәсекелестік деп сипаттайды. Бірақ бұл бәсеке тек қарсы тұру емес, баршаға мүмкіндік беретін жаңа бастама дейді. Оның пікірінше, Еуропаның басты артықшылығы инвестиция сапасында және олардың айқын, әділ шарттармен берілуінде.